Қайырлы күн, құрметті балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бейсенбіде тауға шығамын. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұнын түсінесіңдер және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтайсыңдар. Қазір сөздік дәптерлеріңізді ашыңдар. Жаңа сөздерді жазайық. Открываем словари, записываем новые слова. Апта, неделя, бүгін, сегодня, дүйсенбі, понедельник, сейсенбі, вторник, сәрсенбі, среда, бейсенбі, четверг, жұма, пятница, сенбі, суббота, жексенбі, воскресенье. Повторяем за мной. Апта, бүгін, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бұл сөздерді, балалар, есте сақтаңдар. Запомните эти слова. Ал аптада 7 күн бар. В неделе есть 7 дней. Апта 7 күннен тұратын уақыт аралығы. Апта күндерінің реті: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бір апта 7 күн. В одной неделе, ребята, 7 дней. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Одна неделя состоит из 7 дней. Аптада 7 күн бар. Запомните, ребята. Ал енді апта күндерін ретімен жазайық. Дәптерлеріңді ашыңдар. Сәуірдің 22-сі деп жазыңдар. Открываем тетради, ребята. Записываем сегодняшнее число. Сәуірдің 22-сі. И записываем в тетради дни недели по порядку. Ставим цифру 1. Первый день недели. Дүйсенбі. Ставим запятую. Пишем второй день недели, цифру 2. Третий день недели, цифру 3. Четвертый, пятый, шестой и седьмой дни недели. Пишем дни недели через запятую. Апта күндерін ретімен жазамыз. Ал келесі тапсырманы ауызша орындаймыз. Тиісті буындарды сөздерге қосыңыз. Следующее упражнение выполняем устно. Нужно впереди, ребята, поставить нужные слоги, чтобы получились названия дней недели. Давайте-ка проверим. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі,
бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Дұрыс сәйкестендіріңіз. Соедините правильно, ребята, линиями названия дней недели. Дүйсенбі, понедельник. Жарайсыңдар, жақсы. Келесі тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз және оқыңыз. Мәтін оқулықтың 95-ші бетінде. Бірінші тапсырма. Откройте учебники на странице 95, упражнение номер 1. Прочитайте текст, послушайте сначала его, затем прочитайте его. Аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Апта күндері. Дүйсенбі аптаның басы. Сейсенбіде досыма барамын. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Бейсенбіде тауға шығамын. Жұмада кеме құрастырамын. Сенбіде саябаққа барам. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. Бұл мәтінді тағы бір рет оқып шығыңдар. Прочитайте, ребята, текст. Молодцы, ребята. Ал енді бұл мәтінді аударайық. Немесе түсініп оқиық. Бірінші сұраққа жауап берейік. Давайте-ка ответим на вопросы из текста. Бүгін қай күн? Сегодня какой день? Бүгін дүйсенбі. Дүйсенбі аптаның басы. Сегодня понедельник. Понедельник – начало недели. Басы – начало. Бүгін қай күн? Бүгін сейсенбі. Сейсенбіде досыма барамын. Бүгін қай күн? Бүгін сәрсенбі. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Бүгін қай күн? Бүгін бейсенбі. Бейсенбіде тауға шығамын. Бүгін қай күн? Бүгін жұма. Жұмада кеме құрастырамын. Бүгін қай күн? Бүгін сенбі. Сенбіде саябаққа барамын. Бүгін қай күн? Бүгін жексенбі. Жексенбіде достарыммен ойнаймын. Жарайсыңдар, балалар. Ол сөйлемдерді қайталап оқып шығыңдар. Прочитайте эти предложения, ребята, еще раз. Жарайсыңдар.
Ал енді тиісті сөзді қойып оқиық. Мынау кестені толтыру керек. Теперь нужно запомнить эту таблицу. Здесь даны предложения. Вместо пропущенных слов, вместо точек поставьте, пожалуйста, пропущенные слова. Можете поставить плюсики. Аптада күн бар. Нужно выбрать отсюда нужное слово. И там поставить плюсик. Саябаққа барамын. Сейсенбіде досыма, бейсенбіде шығамын. Все это выполняется устно. Молодцы, ребята. Давайте-ка проверим. Тексерейік. Аптада жеті күн бар. Сенбіде саябаққа барамын. Сейсенбіде досыма барамын. Бейсенбіде тауға шығамын. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Бұл да кестені толтыру керек. Кестені пайдаланып, сөйлем құрайық. Нужно, ребята, использовать картинки и составить нужные предложения. Вернее, выбрать нужные картинки и составить предложение. Например, мен дүйсенбіден доп ойнаймын. Дальше самостоятельно. Тексерейік. Давайте проверим. Мен дүйсенбіде доп ойнаймын. Мен сейсенбіде кітап оқимын. Мен сәрсенбіде әткеншек тебемін. Мен бейсенбіде велосипед тебемін. Мен жұмада сурет саламын. Мен сенбіде кеме құрастырамын. Мен жексенбіде би билеймін. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Ал енді бүгінгі сабағымыздың бағалау терезесі арқылы кері байланыс өтемін. Егер сендерге ұнаса, маған бәрі де түсінікті болды. Мне все было понятно. Бірінші смайлик. Мен есте сақтадым. Я запомнил. Екінші смайлик. Сұрақтар пайда болды. У меня есть вопросы. Үшінші смайлик. Түсінбедім. Ничего не понял. Төртінші смайлик. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.